Сәлем баршаңызға, есімім Гүлнұр. Бүгінгі сабақта сіздермен біз ерекше гүл тоқуды үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге крючок керек болады. Мен осы екінші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Және де жібімізді кескенге осындай қайшы, екі түсті жіп. Мына түстен көп керек емес. Себебі біз ортасын тоқимыз. Қызыл жібімізден шеңбер жасап аламыз. Осылай шеңбер жасаймыз да ортасынан жұмыс жібін іліп шығарамыз. Жұмыс жібін іліп шығарып, 1, 2, 3 петляға көтереміз. Крючогымызға бір накид ілеміз да, ары қарай шеңберіміздің ортасынан крючогымызды шығарып, тағы да бір рет жіп іліп аламыз. Сонда біздің крючогымызда 3 жіп болады. Осы 3 жіптің бәрін бір келкі етіп, бірге іліп аламыз. Сонда бізде полустолбик болды, яғни жартылай столбик. Ары қарай бізде екеу болды, 2 жіп болды. Енді бізге осыдан 15 тал болу керек, енді 13 тал тоқимыз. Келесі ары қарай тағы да крючогымызға накид ілеміз, ортасынан крючогымызды шығарып шеңберіміздің 3 жіп болады, 3 жіптен 1 жіп жасаймыз. Менде 3 болды. Ары қарай дәл осылай қайталаймыз. Қайталап отырып 15 жасауымыз керек. Біз 4 болды. 5, 6, 14, 15. 15 тал болды. Енді мына кішкентай жібімізді үстіп тартып, ортасын жинап аламыз. Мына жақтағы 3-ші жіптен крючогымызды ілеміз да, жұмысымыздың басы мен аяғын қосып, жұмыс жібін шығарамыз. Сосын тағы бір рет воздушный петляға көтереміз да, мынаны қатты ұзын емес, қатты қысқа емес қылып кесіп тастаймыз. Болды, енді бізге мына жіптің қажеті жоқ. Міне бізде осындай нәрсе пайда болды. Ары қарай осы жұмысымыздың кез келген бір жерінен крючогымызды кіргіземіз да, екінші біздің основной жібімізді, основной түсімізді алып шығып, гүліміздің жапырақтарын тоқитын боламыз. Осымен енді мынау біздің осы жұмысымыздың кез келген бір жерінен крючогымызды кіргіземіз да, мына біздің основной жібіміз, яғни гүліміздің жапырақтарын тоқитын жерін тоқимыз қазір. Осылайнан жұмыс жібін шығарып аламыз. Бір воздушный петляға көтереміз. Енді ары қарай әрбір петлядан бір петля без накида тоқып шығамыз. Әр қайсынан, яғни 15 тал болу керек. Осылайнан қатардың соңына дейін тоқимыз. Және де мына жіптердің бәрін арасына қосып бірге тоқып кетеміз, жасырып жүрмес үшін соңында. Мына жерге келдік, мінекей, қатардың соңына келдім. Енді ары қарай мына жұмысымның басы мен соңын біріктірем. Осылайнан. Енді 1, 2, 3, 4 воздушный петляға көтерем. Мына жерде бізге кедергі жасап тұрған мына жіптерді кесіп алып тастасақ болады. Бұл бізге қажетті жоқ. Ары қарай 4 петляға көтердім, воздушный петляға. Енді крючогымызға 1, 2 накид ілеміз да, дәл мына түбінен бір петля шығарамыз. Алғашқы екеуінен бірінші, одан кейін екеуінен екінші рет, одан екеуінен үшінші рет. Осылайнан петля с двумя накидами тоқимыз. Ары қарай 1, 2, 3 воздушный петляға көтеріп, крючогымызға бір накид ілеміз.
Одан кейін мынау аралыққа петляс накидымнан жетеу тоқимыз. Мынау бастапқымен бізде 8 болады. 1 2 кетті, 3 4 5 6 7 2 жеті болды, 8 петляс накидым тоқыдық. Мінекей, енді келесі бізде тұрған ол мынау. Осы жерден крючогымызды шығарамыз да, бір соединительный петля жасаймыз да, тағы да 1 2 3 4 петляға көтереміз. Міне бізде бірінші жапырағымыз дайын болды. Ары қарай тағы да 2 накид ілеміз. Жұмыс жібін шығарамыз да, 2 іліп алған накидімізді ретімен тоқимыз. Келесі 1 2 3, сосын тағы 1 накид ілеміз. Енді келесіде енді осылайнан 8 рет тоқып шығамыз, яғни 7 рет тоқимыз. Бастапқы воздушный петляны қосқанмен 8 болады. Дәл осылайнан қайталап тоқи береміз. 5 6 7 8 тал болды. Енді келесі бізде келесі жіптен тағы 1 накид іліп шығарамыз да, 1 2 3 4. Дәл осылайнан қайталана береді. Пока біз мына жерге келгенге дейін. Біз мына жаққа келген кезде 15 тал жапырақ болу керек. Мінекей, соңғы жапырағын тоқып болдым. Енді осы жерден біз мына жапырақтың басталған жері, міне. Мына жерден крючогымызды өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз да, соединительный петля жасаймыз. Ары қарай осы соединительный петля арқылы біз былайнан, міне, мынау тұрған бізде арка тұр ғой, міне. Мына арка, осыған тоқимыз. Соединительный петлядан кейін 1 рет воздушный петляға көтеріп аламыз да, сосын ары қарай мынадан 1 рет тоқып аламыз. Сосын ары қарай осылайнан 1 рет петля без накида тоқимыз аркаға. Сосын ары қарай уже 1 2 3 петля воздушный петляға көтереміз. Одан кейін мына жақта міне келесі гүлдің аркасы тұр, міне. Мына гүлдің аркасы. Осы аркаға 1 петля без накида, 1 соединительный петля тоқимыз. Ары қарай тағы да 1 2 3. Сосын келесі гүлдің жапырағына, келесі жапыраққа тағы да келесі жапырақтан тағы да 1 соединительный петля жасаймыз да, 1 2 3 петля воздушный петляға көтереміз. Ары қарай тағы да үстіп әрбір жапырақтың аркасынан осылайнан іліп шығарып отырамыз. 1 2 3. Дәл осылай арканың бәрі аяқталғанға дейін барамыз. Мінекей, мен соңына дейін тоқыдым. Соңғысы менде міне 3 воздушный петляға көтердім да, енді мына жермен соединительный петля жасаймыз. Мынау бағанағы өз арасынан қосқан аркадан осылайнан соединительный петля жасап, 1 воздушный петляға көтереміз да, мына жібімізді мүмкіндігінше ұзынырақ қылып кесіп аламыз. Себебі мен бұны аяқ киімге тігемін. Сол кезде маған тігуге жібім қысқа болып қалмас үшін.
осылайынан түзеп қойсаңыздар осындай әдемі гүл пайда болады. Міне менде осылайынан тұратын болады. Бұйыртса аяқ киімімнің бетінде мынаны айналдырып, мына әрбір аркаға іліп отырып, екеуін бірге тігіп шығатын боламын. Егер де видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Себебі болашақта әлі неше түрлі видеолар шығатын болады. Назарларыңызға көп рахмет.